соғыс жариялайтын уақыт келді. Соған бүгін сіздер куә боласыздар. Қандай соғыс? Айтудың өзі қорқынышты. Өз тұқымымызды тұздай құртып жатырмыз. Ендеше жихад, соғыс, лағнат, соғыс жариялаймыз ба? Қазақ даласында қасірет көп. Соған соғыс жариялайтын уақыт келді. Соған бүгін сіздер куә боласыздар. Қандай соғыс? Қазір мен сіздерге бір цифрларды оқып берейін. Қазақстанда бір жыл ішінде 26-да 4 миллион литр арақ, 257 миллиард теңгеге біз аварияға жасап атқан, бірін-бірі пышақтап жатқан жынды сусынды ішеді екенбіз. 257 миллиард теңге. Айтудың өзі қорқынышты. Біз өзімізді саналы адамбыз деп айта аламыз ба? Саналы адамбыз десек, еңбекпен тапқан ақшамызға осындай қайырымдылық жасап, ғылым мен білімге, аурухана ашуға, балалар шетелге жіберуге емес, 257 миллиард теңгені арақ өндіруге, соған ішуге жұмсайды екенбіз. Сондықтан қазақ даласында араққа деген соғыс жариялаймын. Араққа деген соғыс жариялауға бола ма? Бабамыз арақ ішпей-ақ күн көрді ме? Көрді. Енді ұрпақ арақ ішпесін. Осы 257 миллиард тек қана жақсылыққа, қайырымдылыққа жұмсалсын деп, осындай араққа жихад. Екінші, 270 миллион литр сыра өндіріледі екен. 136,5 миллиард теңгеге белсіздікке ұшырататын ер азаматтарды, бауырын шірітетін жынды сусын сыраға соғыс жариялаймыз ба? Атаңа нәлет, бұл сыраны қазақ бабамыз ішкен жоқ болатын. Осын ішпей-ақ ұлы даланы қорғаған, бала туғызған, еңбектенген, басқа да қуанатын, біздің өмірден ләззат алатын қуаныштарымыз бар ма? Ендеше сыраға соғыс, сыраға лағнат, сыраға зиянды сусындар. Бүкіл зиянды газдалған сусындарда аспартам деген химиялық қант қолданады. Қазір елімізде мына рак ауруы керемет көбейіп кетті. Кішкентай жас балаларға дейін рак ауруымен ауырып жатыр. Соның бірден бір кінәлі нәрсе ол мына газдалған зиянды сусын. Елімізде 388 миллион литр, 97 миллиард теңге ақшамызды өзімізге рак ауруын шақыратын, ауру қылатын сусынға жұмсайды екенбіз. Осы ақшаны біз неге қайырымдылыққа, аурухана салуға, жастардың болашағын дамытуға, жарлы жақпай мүгедектерге көмектесуге жұмсамаймыз? Газдалған сусынға лағнат айтып, соғыс жариялауға болады ма? Енді газдалған сусын ішпей, соған кеткен ақшаны өзіміздің денсаулығымызға, болашағымызға жұмсауға болады ғой? Өкінішке қарай бұл сусын шымылдыстар емес, мына пластик. Бұл пластиктен де не бір химия бөлінеді. Бізді өзіміз ақшамызға, өзімізді улап жатқан халықпыз. Жаңа таудан келе жатсақ, бір қора жас осындай сусындарды арқаларына толтырып әкетіп бара жатыр. Бірақ бауырының езіліп, өзінің денсаулығына зиян жасап атқанын ешқайсысы біле тұрып, соны істей береді. 15,8 миллиард штук темекі, 78,5 миллиард теңгеге Japan Tobacco Corporation және де Philip Morris компаниясына өз еркімізбен 78 миллиард теңгені апарып төлейді екенбіз. Олар есесіне біздің өкпемізді улайтын, оңға темек тартқаны кейін небір бензопирен сияқты химиялық заттар бөлінеді. Бізді тамырымызға у сеуіп жатқан, тұқымымызды құртып жатқан шөппен бізге 78 миллиард ақшаға сатады екен. Біз оны ерікті түрде, саналы түрде сатып алып, өз тұқымымызды тұздай құртып жатырмыз. Ата-бабамыз темексіз өмір сүре алды ма? Сүрсе, демек енді осыны әрқайсыларын түсіріп атсыздар, таратып,
Қазақстанның мен армандаймын. Қазақстанның дүкендерінде бір шиша арақ сатылмаса, бір шиша бутылка сыра сатылмаса, қазақтың кафе ресторандарында біздің азаматтар бір шиша арақ пен бір тамшы сыра ішпесе, газдалған сусыннан бір тамшысын ешкім ішпесе, бір штук темекі тартылмаса, сондай дені сау, салауатты өмір сүретін Қазақстан жасауға болады ғой? Осы отырған адамдар, сіздер қолдап отырсыздар. Сіздер осы газдалған сусынсыз, темекісіз, арақсыз, сырасыз өмір сүруге, болашақ ұрпағымыз солай өмір сүрген қалайсыздар? Соны істей аласыздар ма? Егер сіздер істей алсаңдар, бүкіл Қазақстан істей алады, бүкіл қазақ істей алады. Осыны мен ғана деп емес, әрқайсыларың кемінде 10 адам, 100 адамды оятыңдар. Мұнда неше түрлі жазып қойғанда соқырлық, рак ауруын шығарады деп қойса да, біз бәрібір тартады екенбіз. Бұған да жихад жариялаймыз. Қазір жастардың қолынан мынандай сусындарды көреміз да. Білесіздер қандай сусын екен? Бұл зиянның зияны. Тамырымызға балта шауып жатыр. Бізге 1 грамм шөлімізді қандырмайды. Қуат берсе, біраз күн ғана қуат береді, бірақ өміріңді қысқартатын осындай сусындарға да жастар көрген жерде әрқайсысына шет қарап қалмай, әр қазақ менің жалғызым деп айтып отырыңыздар. Сондықтан алдымен Қазақстанда осыны құртсақ, бүкіл қазақ салауатты өмір салтын ұстанатын болса, сол кезде бақыт дегенде 5 түрлі өлшеммен өлшенеді. Мен таңертең айттым, тағы да ең бірінші денсаулық. Денсау болу үшін күн сайын 1-2 сағат кемінде бір спортқа арнау керек, таңертең кешке. Содан кейін дұрыс тамақтану керек. Мынандай өзіңнің өміріңе қауіп төндіретін тамақтардан құтылып, содан кейін табиғаттың заңдылығымен өмір сүріп, таңғы сағат 5-6-та тұрып, 10-11-де жату керек. Сол кезде ғана біздің деніміз сау болады. Екіншісі білім. Білімді қазір заман қайда кетіп бара жатыр? Заманауи білім қандай болу керек? Қазір бағана жастар кетіп бара жатыр. Жатақханада жатыр дейді. Бәрі кеше гүл айттаған, қыдырған, ішкен, бір қатты қағаз алып шығады. Ол қатты қағазымен ертең 50 мың теңге төлейтін жұмыс таба алмайды. Сондықтан заман қайда кетіп барады? Қандай білім алу керек? Әркімнің тағдыры өзінің қолында. Қашан маған өкімет береді? Қашан маған біреу көмектеседі деп жүре бермей, мына Серік бауырымыз сияқты әр қазақ өзінің тағдырын өзінің қолында ұстау керек, өзінің қолына алу керек. Осында кең байтақ елде тұрып, Қазақстанда ерінбеген адам кәсіп жасап жатыр. Кәрістер досында, Жапон досында, түрік досында, орыс досында, украин досында, бәрі осында келіп кәсіп жасап жатыр. Қазақстан ең кәсіп жасауға жер бетіндегі қолайлы ел. Бізде нарық бос, нарығымызды біз өз еркімізбен білім ғылымнан қалғандықтан шетелдерге беріп қойдық. Колесо KZ, Крыша KZ, Ламода, Киви кошелек, бүкіл интернет коммерцияның 99% не ресейліктердің, не украиндықтардың қолдарында. Оған ешкім қазақ бұны жасамасын деп айтып тыйым салып жатқан жоқ. Біз өзіміздің берекеміз жоқ, және ғылым білімға деген ұмтылыс жоқ. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Ыбырай Алтынсариннің осыдан 115 жыл жазып кеткен өлеңі әлі актуальны. Басқа жұрт аспан көкке асып жатыр, кілтін өнер білім ашып жатыр. Бірі ай, бірі жұлдыз, бірі күн боп жарқырап көктен нұрын шашып жатыр. Күнбе-күн алға қарай барып жатыр, таласып өнер білім алып жатыр. От жегіп, суда жүзіп, көкке ұшып, Тәңірінің рақатына қанып жатыр. Біздің қазақ түк ойламай текке жатыр. Бір іске жана салмай шетте жатыр. Азырақ көз жүгіртіп қарар болсаң, Қазекем жан шошырлық кепте жатыр. Шәкірттер медреседе шіріп жатыр. Қайдағы ескі құсқы көріп жатыр. Адасып дін іздеген байқұс шәкірт жемтікші құзғын болып кіріп жатыр. 100 жыл бұрын Мағжан Жұмабаевтың жазып кеткен өлеңі. Тура сол кейіппелі отырмыз, оянатын, ғылым білімнің жолына түсетін, алаштың сызып кеткен жолына түсетін уақыт келді. Оған барлық мүмкіншілік бар. Қазір қимылдамасақ, кейін кеш болады. Қазір білектің күшіне сенетін заман емес, білімге сенетін заман, бірлікке сенетін заман.
Ахмет Байтұрсын айтады: біз өзге жұрттан кейін қалып қалған халықпыз. Ілгерілеп, ел қатарына қосылу үшін біз білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек дейді. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп істеу керек, ал күшті болу үшін бірлік керек дейді. Енді бізге сол білім жолына түсіп, береке, бірлікте болуымыз керек. Ол үшін қайталап айтам, барлық мүмкіншілік бар, кейін кеш болады. Сондықтан қазір жыртыңды қойып, Абай атамыз айтқан, тиянақсыз, байлаусыз, байғыз құлпың, не түсер құр күлкіден жыртың деп. Жыртыңды қойып, әрбір уақытымызды, әрбір сәтімізді өзіміздің денсаулығымызды нығайтуға, заманауи білім алуға, кәсіп жасауға ұмтылайық. Оған дәлел мына Серік деген бауырымыз, екі аяғы жоқ болса да аяғынан нық тұрған азамат. Сендерде ондай нығмет бар, аяқ қолдарың сау, бәрлеріңді заманауи білім алуға, спортпен айналысуға, кәсіп жасауға шақырамын. Және жасаған кәсіптің табысын игілікке, жақсылық жасауға жасап, соныменен жарысайық. Рахмет тыңдағандарыңызға.